Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілінен 80-ші сабақта өтеміз. Зат есімнің тәуелденуі тақырыбын жалғастыратын боламыз. 56-шы жаттығу өлеңді түсініп оқы. Үйрену өлеңі. Ұзын құйрық инелік, инелікке түймелік, тікұшақты жасадық, инеліктен үйреніп. Суда жүзген балықты бақыладық байыпты, соған қарап жасадық, біз сүңгуір қайықты. Аққұманның оттағы бүлкілдейді дейді қақпағы, соған қарап белгілі паровозды тапқаны. Аяз шебер суретші салады әсем суретті, терезені оюлап өрнектеуді үйретті. Абдрахман Асылбековтен. Енді сұрақтарға жауап беріп тұр. Ғарышқа ұшу қалай пайда болды деп тұр. Адам құстардың ұшуын бақылап, содан үйреніп, ғарышқа ұшуды ойлап тапты. Келесі сұрақ: адам қайықты қалай ойлап тапты? Суда жүзген балықты көріп, соған қарап қайық жасады. Келесі: су мәшинесі қалай дүниеге келді? Қайнап жатқан судың буынан күш барын байқап, су машинасын ойлап тапты. Келесі сұрақ: адам табиғат құбылыстарынан тағы нені үйренуі мүмкін екенін топта талқыла деп тұр. Енді бұл сұрақтың жауабы: адам табиғат құбылыстарынан көп нәрсені үйрене алады. Мысалы, желден жел диірмені мен ұшақты, күннен жарық пен жылу алуды үйренуі мүмкін. Енді келесі өлеңнен тәуелдеулі сөзді тап, сол сөзді үш жақта жекеше, көпше түрде тәуелдеп жаз деп тұр. Енді бірінші жақта менің қақпағым, яғни қақпағым сөзінде біздің қақпағымыз, сенің қақпағың, сендердің қақпақтарың, сіздің қақпағыңыз, сіздердің қақпақтарыңыз, оның қақпағы, олардың қақпақтары. Яғни бірінші жақ жекеше және көпше түрі. Екінші жақ жекеше, көпше түрі. Үшінші жақ жекеше түрі және көпше түрінде тәуелдедік. Енді келесі тапсырмада бізде сөз жұмбақты шеш деп тұр. Құйрығы айыр құс. Ол не деп аталады? Яғни ол қарлығаш болады. Жазамыз. Қарлығаш болады. Келесі балды жақсы көретін аң, ол аю. Келесі оқу құралы, яғни 5 әріптен тұратын ол кітап болады. Енді келесі қысы жазы жасыл түстегі ағаш, ол әрине шырша. Келесі сұрақта жаңбырдан кейін пайда болатын түрлі түсті доға, ол бізде кемпір қосақ. Кемпір қосақ. Енді бізде көк түсті қарайтын болса, шатыр деген сөз шықты. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді тәуелдеп жаз деп тұр. Яғни шатыр сөзіндегі сөзді тәуелдеп жазамыз. Бұл жерде менің шатырым, сенің шатырың, сіздің шатырыңыз, оның шатыры, яғни жекеше түрде. Жекеше. Енді көпше түрде біздің шатырымыз, сендердің шатырларың, сіздердің шатырларыңыз, олардың шатырлары болады. Енді келесі тапсырма: төмендегі сөйлемдерден адырна мәтінін құрастыр деп тұр. Бірінші: сонан кейін мүйізге жағалай құралақтар бекітіліп, ішектер байланады. Екінші: адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрап, шанақ мүйіз жасайды деп тұр. Үшінші: дайын болған аспапты екі тізенің үстіне қойып, оң қол және сол қол саусақтармен ойнайды. Сонан соң шанақтың асты-үсті терімен қапталады деп тұр. Яғни бұл жерде орындар ауысып кеткен, соларды біз мәтін құрап жазуымыз қажет. Адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрап шанақ мүйіз жасайды. Сонан кейін мүйізге жағалай құлақтар бекітіліп, ішектер байланады. Сонан соң шанақтың асты-үсті терімен қапталады. Дайын болған аспапты екі тізенің үстіне қойып, оң қол және сол қол саусақтарымен ойнайды деп тұр. Енді келесі жаттығу: берілген тақырыптың біреуімен хабарлама жаз. Зат есім туралы не білдім? Зат есім: мен зат есімнің адамды, жануарды, затты, құбылысты атайтынын білдім. Зат есімге кімне деген сұрақтар қойылады. Зат есім жекеше, көпше және тәуелденіп қолданылады.
Екінші, сөйлеуімізде зат есім қандай рөл атқарады? Сөйлеуімізде зат есім маңызды рөл атқарады. Ол сөйлемде кім немесе не туралы айтылып тұрғанын білдіреді. Зат есімсіз сөйлемнің мағынасы толық болмайды. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментария жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.